Сәлем достар, бүгін сіздерге баркод алатын өте жаңа сайт шықты. Соны көрсеткім келіп отыр. Яғни Google'ге баркодер деп жазасыздар. Жазғаннан кейін мынандай болып шығады. Сол кезде сіздер бірінші сілтемеге кіресіздер, бірінші сайтқа. Кіргеннен кейін уже автоматически бұл ашылып кетеді. Ешқандай тіркелудің, ақша төлеудің қажеті жоқ. Ай сайын бұл тегін баркод шығаратын сайт. Енді мына жерге штрих-код жазасыздар, артикул жазасыздар, светін, размері болса жазасыздар, болмаса жазбай қойсаңыздар да болады. Мына жерге тауардың атын жазасыздар. Мына жерге уже өздеріңіздің компанияларыңыздың, енді мына жерге уже өздеріңіздің компанияларыңыздың немесе жаңағы еп-ның атын жазсаңыздар да болады. Қазір сіздерге жазып көрсетейін, мен мына заказдың сіздерге несін көрсетейін, баркодын қалай алу керектігін көрсетейін. Яғни мына жерде товары, карточка товарыға кіреміз. Карточка товарға кірген кезде бізге мына жерде астында именно сол заказ түскен товардың несі тұрады, баркоды тұрады, яғни штрих-код. Біз осы товардың штрих-кодын көшіреміз. Немесе сіздерге былай айта салайын, просто көшіріп отырсам көп уақыт кететін сияқты. Мына жерге товардың штрих-кодын жазамыз, мына жерге артикулын жазамыз, яғни карточка товарға кіріп. Сосын мына жерге светін, размерін, товардың атын және де еп-ңіздің атын жазып болғаннан кейін астыға түсіресіздер. Бұл жерде мына жерде H3 емес, яғни термопринтер К дегенді басамыз. Мына жерде біз мынаны таңдаймыз, екіншісін термо дегенді. Мына жерде уже өзі сразу размерін жасап береді. Содан кейін астыға түсіреміз. Мына жерде 11 дегенді сіздер 16-ға өзгертіп алыңыздар. Өйткені 11 кезде ол штрих-код өте кішкентай болып шығып қалады. Үлкен болып тұру үшін біз оны 16-ға өзгертеміз. Мына жерде уже ЕАС дегенді таңдаймыз. ЕАСын таңдаймыз. Сосын төменге түсіреміз. Сразу уже шығарып алу үшін мынаны басамыз. Егер көру үшін мынаны басамыз. Шығарып алу үшін мынаны басатын болсаңыздар, ары қарай уже шығарып алу үшін біріншісін басамыз, көру үшін, сынап көру үшін қандай болған, мына екіншісін басамыз, дұрыс па қате ма. Егер сразу сақтарып алу керек болса, оны біріншісін басасыздар да ноутбуктеріңізге сақтап аласыздар, соткаларыңызға жіберіп қоясыздар. Болды. Ары қарай уже складқа товар салуға барған кезде сол жерде штрих-код шығарып беретіндер бар, баркод шығарып беретіндер. Соларға барып шығартып, жаңағы товардың ішіне, товардың өзіне және де сыртқы упаковканың сыртына жапсырамыз. Все, бүгінгі баркод сайтымыз осымен аяқталды. Заказ түскен кезде обязательно осылай жасаңыздар.